Жанның шешесі босанысымен қаны тыйылмай қансырап өлді. Жанды табақтай емшегімен емізіп, Канизак әйел асырады. Сарайда ол жөнінде Канизактың емшегіндегі сүті сиырдың сүтінен аз емес деп айтып жүретін. Кейіннен Жанның жаңа күтуші тәтесі тағайындалды. Әкесінің 9 әйелінен, өзінің 17 апа сіңлілерінен және 14 аға інілерінен тәтесін анағұрлым жақсы көрді. Жанның туыстары өте көп еді, ал тәтесі жалғыз біреу ғана болатын. Қыжыраның сол 2019 жылы христиандар пайғамбар туғаннан санағанда 802 жылдың сентябрінде ханша Жан малшы Жафардың сыбызғын алғаш естіген күні Әмір қызына Әубәкір шейхтің үйіне қонаққа баратынын хабарлады. Ол шейхтің тұрағы Анақ қаласының 5 күндік жерінде болатын. Шейхтің егіз қызы Рахия мен Халиманың Акбар гаремінде бір ай бойы қонақ болып кеткеніне жылдан асты. Кездескен жерде шейх, егер Жан Алиман оазисіне қонаққа келетін болса, ол үй ішімен қуанып қарсы алатынын Әмірге 2 рет айтқан еді. Рахия мен Халима Жанды шыдамсыздықпен күтуде екенін, ал шейхтің әйелдері көрмей-ақ оны өз қыздарындай жақсы көретінін, оларға қаншаға жаттарының төрін беретінін, күңдерінің бәрі Жанды күтетінін айтты. Егер Жан қонаққа келсе, оған күнде қой мен ешкі соятын, тіпті бұзауын да аямайтынын ескертті. Әмір Әубәкір әйелдерінің шатыры Жанға тұрақ бола алмас деп шешкен. Олардың шатырында мүмкін бит жоқ шығар, ал қандала болуы ықтимал. Қызы ондайға үйренбеген. Олардың кір қожалақ күңдерінің де қызына қажет шамалы. Егер Жан жолға шығып бара жатса, сөз жоқ, өзінің тәтесін ертеді және өз шатырын алады деп шешті. Сол қарақшыларға қонаққа қызын жібермесе жақсақ болар еді ғой, бірақ олай істесе Әубәкірді қатты ренжітеді. Ол шейхті қатты ренжіту былай тұрсын, аздап көңілін қалдыруға да болмайды. Шөл даладағы оның бір ауыз сөзі халифтің жарлығынан да басым. Әубәкір өз адамы болып тұрған кезде оның бәдәуилері саудагер керуендерін қорғайды. Басқа ру қарақшыларына да тигізбейді. Ал онымен ренжісіп көрсең, жерорта теңізі дейін бір түйеде жете алмайтын еді. Әр керуенге бір кезде король Карлға өз сыйлыққа апарған керуенді қорғағандай қарауыл беруге болмайды. Егер Жан қонаққа бармаса, бәдуилермен қатынасы сөз жоқ насырға шабады, саудаға орасан зиян келеді. Ол халифті де қатты ренжітеді. Көнсе де көнбесе де қызының ол жаққа баруы керек болды. Жан ешқайда барғысы келмейтінін айтып, әкесін үйде қалдыруды өтінді. Рахия Халима екеуімен бірге өткізген уақыттарының өте көңілсіз болғанын айтты. Бірақ өз құпиясын ашқан жоқ. Оның әр кеш сайын малшы Жафардың сыбызғысын тыңдап жүргеніне 2 айға аяқ басты. Күн әдеттегідей қаттысып, айнала аптаптан күйіп тұрады. Бақтағы лала гүлдер гүлдеп біткен, түн сұлуы егілген алаңда гүлдеді. Күн батқаннан кейінгі оның ғажайып есінен бас айналатын еді. Ханшайым сол кезде шамды өшіріп, тыныстау және қиялдау жеңіл болу үшін көйлегін шешіп, ашық терезе алдына отыратын. Жұлдыздарға көз тастап сыбызғының үнін күтетін еді. Оны беріле тыңдайтын, өзінің нендей күйге кезігерін ойлайтын. Бірде сәуегей сыған әйелі, өмір жасың ұзақ болады, жақсы күйеуге шығасың, балаларың аман өседі дегенді бірнеше рет қайтара айтқан еді. Олар сығандар ғой, жаман айтпайды. Ал Алланың жазуы қандай? Ол жаратқанның бір өзіне аян. Міне сыбызғы да тынышталды, үн өшті, Жан ұйқыға бас қойды. Ол екі бүктеліп жатып, жас өспірім жігіттің келуін күтеді. Жас жігіт күн сайын терезеден дыбыссыз секіріп кіреді де диванға қарай беттейді. Ханшаның түсінде қандай күйге ұшырап жүргенін әлі ешкім білмейді. Тіпті тәтесінің өзі де сезбейді. Ал осы түні Жафар мен Жан аймаласуы соншама тәтті, жаңа қайнаған кофедей ыстық болды. Жан шөлде сол бозбаладыны көрмейтінін білді. Дегенмен әкесінің жарлығына мойын ұсынуға тура келді. Жан шейхтің өзінде оның шешесін, 4 қатынын, қыздары мен балаларын, келіндері мен жеңгелерін бәрін құрметтеуге сөз берді. Жорықтың 3 күні ойдағыдай өтті. 4-ші күні жын-шайтандар керуенді біраз мазақтады. Күн аптап болып, нағыз күйіп тұрған кезде алыстан пальма орманы болып көрінді. Көк жасыл ағаштар арасында биікте аппақ мұнаралар көрінді. Мешіттердің көгілдір күмбездері жарқырады. Сарай және оның бекініс қабырғалары, бекініс мұнаралары байқалды. Шөл даланың дәл ортасында орнаған бұл неғылған шаһар екеніне Жан қайран қалды.
шейхтің жиеніне адам жіберді, бірақ ол келіп жеткенше шаһар да көзден ғайып болды. Ақырында жорықтың 5-ші күні түстен кейін тағы да алыста пальма орманы көріне бастады. Бәдуилер найзаларын қалқанға ұрып, «Алиман, Алиман, Алиманға келдік» деп айқайласып жатты. Осыдан 1 сағат өткеннен кейін керуен ең соңғы рет аялдады. Тездетіп Жанның шатыры тігілді. Жан жақсылап жуынып, қасын жусамен бояп, қолының және аяғының тырнақтарына қына жағып, бетіне қалың етіп опа жағып, алтын түстес үнді жібегінен тігілген шалбарын киіп шықты. Шашын 2 өрім етіп тарап, басына тор көз ақ шәлі жамылды. Маңдайы ашық, шекесіне таман қисайта киген алтын тәждің дәл алдында көгершін жұмыртқасындай гауһар тас жалт-жұлт етіп жарқырап тұрды. Өзі жақсы көретін қызғылт інжу алқасында тағыпты. Сонымен жоғары мәртебелі қанша Жан қонаққа келді. Жан шайықтың шатырына қарай жақындап келе жатқанда әкесінің бұлай үйреткендерін есіне түсірді. Өзіңе бірдеңе ұнамсыз болған кезде сен оны сездірме. Шыда, солай істеу керек. Жан, құрмет көрсете біл. Шайықтың шешесіне иіліп тағзым ет. Дүзе бүккін келетіндей сыңай таныт. Сен ұстап қалады. Екінші рет тағы солай істеуге ыңғайлан, солда жетеді. Әйелдермен амандасуды ең үлкен бәйбішесінен баста. Ал қыздармен қалай амандассаң да жарайды. Олар жас қыздар, сен шатырға кіреберісте қарсы алулары тиіс. Сыйлап берген астарының бәрін де іш, әйтпесе ренжітіп аласың. Асқазаның саған бағыну керек. Қытайдың Боғдыханы берген қонағасы кезінде біздің елші шірген жұмыртқа жепті. Сондай кезде де ол өзін ұстай білген. Саған тағы немен айтайын деген едім. Я қызым, биттен сақтан. Өзіңнің шатырыңа қайтып оралған кезде шешініп таста да денеңе алкоголь жақ. Тәтең бәрін де ұқыптап қарап шықсын. Өзіне де айтамын. Ең негізгісі олардың арасында жүру өзіңе жайлы емес екендігі жөнінде ешқандай белгі берме. Кездесу өте жиіркенішті болды. Жан шатырға таяған кезде көнетоз кілем көтеріліп, есік ашылды да, ол шатырдың әйелдерге арналған бөлігіне енді. Ең алдымен шайықтың шешесімен суисуге тура келді. Бір тісі де жоқ кәрі кемпірдің аузынан шіріген сасық иіс пен жусанның иісі мүңкіді. Бұдан кейін жалын қауып түтін сасып кеткен әйелдермен сүйісті. Өзін зорлап кір қожалақ балаларды сүйді. Бұдан кейін Жанды құрметті орынға жайғастырып отырғызды. Енді иіс қоқыстар барлық жақтан бірдей қаптады. Кір киімнің, тердің, жас нәрестенің, тезектің, терінің иістері тағы да бір аса сүйкімсіз иістер шығып тұрды. Жан жөтелген шалбарының балағынан Египет бәтесінен тоқылған қол орамалын алып аузын басты. Таиф райханның иісі 1 минут болса да Анақ қаласын алып келгендей болды. Мұрнын орамалмен басып ұзақ отыруға болмайды. Үй иелерін ренжітіп алуы мүмкін. Қонақ асын ішу бұдан да ауыр болды. Жан көзін жұмып, шала піскен және өзінен тезек иіс шыққан тоқашты асай берді. Қой еті жақсы піскенімен тұзы жоқ еді. Оған күріш, қытай, пияз, көк сияқты ештеңе қосылмаған. Жапырақталып, ірі туралған етті қарайып кеткен ағаш табаққа салып алып келді. Ағаш табақтың жырым-жырым жиегіне баттаса жабысқан май қалдығына Жанның көзі түсті де жүрегі айни бастады. Үлкенірек екінші орамалмен аузын тез баса қойды. Бұл жолы шатырдың қапырық ауасына жаңа гүлдеген жасминнің қос иісі араласты. Шайықтың әйелдері таңдайларын қағып сығырая қарады. Жаннан орамалды алып ғажап иісті әтірді мадақтай бастады. Жанның күлкісі келіп, бір кір табақ жөнінде мүлде ұмытып кетті. Қонақ болудың алғашқы түні Жанның өз шатырында емес, гарем шатырда жатуына тура келді. Ұйықтай алмады. Шырақ сонысымен қандалалар жабылды. Шошынған қанша бүкіл денесін сасық жәндіктер тістелеп өріп жүргендей сезінді. Түнге қарай шатыр туырлығының бір жиегі аздап көтеріліп ашылған екен. Соның саңлауынан үй сәулесі түскен жер көрінді. Жан ұйықтап жатқандардың арасынан ептеп басып, еңбектеп сыртқа шықты. Пальманың түбіне келіп отырды. Айнала тып-тыныш, түн жылы. Шөлдің түнгі салқыны үлкен оазиске әлі ене қоймапты. Пальмалардың қарайған бастары арасынан айлы аспан көрінеді. Жан шатырдың жағымсыз иісінен және қандаладан құтылып тыныс тапты. Талықсып титықтаған денесінің күйіп жануы ауаға шыққан соң басылған сияқты болды. Шөп үстінде қанша таң атқанша отыруға дайын еді, бірақ шайықты да оның шешесін де әйелдерін де қыздарын да ренжітуге болмайтыны есіне түсіп кетті. Сөйтіп мүңсіген қараңғы шатырға қайта келді.
біртіндеп ұйқыда жеңді, бірақ оның ұйқысы қанған жоқ. Таңертең төсегінен тұрып киінуге әрекет жасай бастаған еді, оған рұқсат етпей қойды. Ас дайын болғанша қонақтың дем алуы керек екен. Ақырында бәрі де дайын болды. Кір көйлекті күң әйел көптен тазаланбай көгеріңкіреген құмырамен жуыну үшін су алып келді. Су тап-таза мөп-мөлдір екен, бірден-ақ жан сергіп қалды. Әсем жалбарың киюге ыңғайлана бастап еді, шейхтің шешесі: «Балам, мұнда сәнденудің қажеті жоқ. Сен бізге үлкен құрмет көрсеттің, саған рахмет. Енді демал, біз сияқты қарапайым киіммен жүре бер. Енді жетеді», деп жылы сөйлеп тоқтатты. Жан, әкем не айтар екен деп ойлады. Бірақ ол кісіні сыйла және тілін ал деп қатты тапсырған еді ғой. Жан шейх шешесінің сөзін тыңдады. Жібек көйлегімен ғана қалды, тіпті сақтиян туфлиін де кимеді. Ертеңгі ас біршама дәмдірек болды. Астан кейін Рахима, Халима үшеуі шомылуға кетті. Батылданып жалаң аяқ жалғыз көйлегімен шатырдан сыртқа шықты. Анақ қаласында мұндай күйде көшеге шыққаннан гөрі өлген артық болар еді. Ал шөл даладағы 5 күндік саяхат ер адамдардың көзінше шешініп жеңіл жүруге дағландырды. Өзінің қолдарының, иықтарының, мойнының әдемі екенін білетін, тіпті күншіл әпкелері мен сіңлілері де оған қызыға қарайтын. Аяқтары оқтай дүп-түсу, бір тегіс қарайып күнге күйген, етінде бірде-бір дақ жоқ еді. Қысқасы, өзі ұсқынсыз бірдеңе емес қой. Мейлі әбес болмаса, қарақсы келгендер қарай берсін. Жанның қысылғаны қыздарға шейхтің кіші балалары, жалаңаш денелері қара қоңырланып, әбден күйген, сорайған 2 жасөспірімді ілестіріп жіберді. 3 қыз және 2 бала 5-еу бұлақ басына тез-ақ жетті. Жан көйлегін шешіп тастады да, біреу қарап тұрған жоқ па дегендей сезіктеніп бұтаның түбіне қарады. Оның денесіне ұрлана қарап, көздерімен аймалап тұрған жасөспірім балалардан ұялыңқыраған. Бірақ қыз бұл мүлде басқа дүние екеніне, сондықтан қысылудың орны жоқ екеніне өзін сендірді. Балалар кенет басымен сүңгіп, аяқтарын аспанға көтерді. Аяқтарымен қоса тағы бір мүшесі селтиіп судан шығып қалды. Бұлардың бәрі тәтесінің қасында маңғаздана жүріп, Ефратқа шомылуына мүлде ұқсамайды екен. Бірақ көңілді болды. Олар қалшылдап, тоңғанша шомылды. Жағаға шығып, секіргіш қоңыздарды қуалауға кірісті. Осы бір қимылы тез, тынышсыз жәндік құм үстінде біресе олай, біресе бұлай секіріп ұстатпады. Өзіне жақындатады да, ен ұстай бергенде секіріп келіп шартылай ұшып барып тағы қонады. Қанша секіргіш қоңыздардың кенеттен неменеге керек болғанын өзі де білмейді, бірақ күн күйдірген құм үстінде оларсыз тіршілік таусылып бітетіндей-ақ қуылады. Ақырында олардың біреуін жыңғыл сабағымен ұрып ұстап алды. 2 саусақ арасына қысып тұрып қарай бастады. Қолға түскен кішкентай мүсәпір жәндікке 5-еуі де тесіле қарады. Олардың бәрі біріне бірі жақындап, топтанып, шоғырланып қалды. Жан кенет жасөспірім 2 баланың денелерінің өзіне жанасқанын бүкіл денесімен сезінді. Жафармен үстінде аймаласқан кездегідей денесі қызып, жүрегі жиі соға бастады. Ана қамыры қызының жартылай жабай балалармен құшақтасқандай-ақ жақындасып ұзақ тұруға болмайтыны көп ұзамай оның есіне келді. Жирене шошынып, кенет секіргіш қоңызды тастап жіберді де, былғанып қалған саусақтарын сүрте бастады. Жанның денесі сергіп, өз шатырына көңілді оралды. Оның ас ішкісі келді. Қозғалып, қимылдағысы, көтеріліп сөйлегісі келетін сияқты. Кешегі салтанат енді көрген түске ұқсайды. Бүгін күн міне жақсы басталды, ал мұнда күндер әлі көп. Әмір дәрігерлердің кеңесі бойынша қызының үйіндегі өзі үйренген асын ішу керек екенін, сондықтан қызымен бірге аспаздың баратынын және қызы жейтін тамақты, ыдыс-аяқты бірге жіберетін шейхқа ескертіп айтып қойған болатын. Уазиз те қызының өз еркімен тұруына мүмкіндік беруін сұраған болатын. Тек келген күні ғана бәдуилердің барлық салтын сақтауды ескерткенін білеміз. Кешке қарай қонақ қыз ол отбасында шейхтің әйелдерімен және қыздарымен бірге ұзақ отырды. Тек шейхтің кәрі шешесі ғана шатырға кіріп ерте жатып қалды. Отбасында отырып кезекпен ертегі айтысты. Жанның қорынан алып ыстық күлге жұмыртқа пісіріп жеді. Бәдуилер тіпті оазистің өзінде құс дегенді мүлде асырамайтын. Өйткені астық аз, оған беретін жем жоқ, оның үстіне әйелдер де тауық асырап дағланбаған. Анақтан жана келгендей дәмді тағамдар, тәттілеп ішетін кофе мен мұнда өте сирек кездесетін тағамдардың бәрін Рахия мен Халима әмір сарайында өткізген бір айды естеріне ала отырып, бал қосып пісірген бауырсақтарды, халуаны және рахат лукумды мейірлене жеді.
Ал солардың сіңлілері тәтті жеймін деп кір қожалақ беттерін одан араластады. Жыртыңдаған әйелдер сол жерде сөнген оттың айналасына жайғасып ұйықтауға кетті. Жан солармен бірге түнеді. Салт бойынша солай істеу керек екен. Жылы кезде құрметті қонақты бірінші күні ғана жатырға жатқызады. Шөл далада Ольга тәтесі жұмсарып, көнгіш болып кетті. Рас, ол қаншаның өз жатырында ұйықтағаны дұрыс болар еді дегенді айтты, бірақ солай істеуге көндіремін деп әрекет жасаған жоқ. Жолға арналған киіздерді әкеліп, жатар орнын жайғастырды. Жанның шаршаған тәніне жаңа сейсеп салқындау тигенмен жайлы әсер етті. Жан бала кезіндегі әдеті бойынша екі аяғын бүгіп жайласып жатты. Айға қарады. Ол әкесінің даңқындай бүкіл әлемге сәуле шашып тұр екен. Оазисте Жан 3 апта қонақ болу тиіс. Осының 1 аптасы өткен кезде ол енді 2-ақ жетақ қалды деп қатты қынжыла бастады. Ол өмірінде бірінші рет таңертеңнен кешке дейін өз еркімен тіршілік етті. Ойына келгенін істеді. Қызының саяхаты жөнінде жан-жақты ойластырған Әмір шейх үйінде қонақта болған кезінде оның тіршілігі анақтағыдан мүлде өзгеше болатынын білген. Қызы гаремнен бірден жабайы тобырдың ортасына түседі. Ақылды қыздың адамдармен тіл тапсатынына ол сенді, бірақ бақылаусыз қалдыруға болмайды деп шешті. Жалғыз тәтесі аздық етеді және оның жүрегі де тым жұмсақ. Сондықтан жанымен бірге бас әтек Ибрагимді жіберді. Оған басқару тапсырылды. Қаншадан көз жазбауы тиіс еді. Тәтесі екеуі қайда барса да Ибрагим де бірге болады. Томаға тұйықтанып нүрген негр өз қожасына күзетші иттей-ақ берілген еді. 20 жылдан астам уақыттан бері ол Әмірдің әйелдері мен балаларын қорғап келеді. Тек өмірдің өзінің берген сыйлығын ғана алады. Оны сатып алу мүмкін емес. Ол жанның соңынан қалмайтын қара көлеңкедей еді. Осынша берілген малай Ибрагимнің маскүнем екенін Әмір білмеді. Сарайда дүреден қорқатын Ибрагим тек түнге қарай ішетін. Кейде 2-3 күнге сұранып кетіп, ауылағырақтағы христиан деревнясына барып құлқынына ерік беретін еді. Құмардан шыға ішеді. Бірақ оның мас болып жүрген Әмір де, сарайда сөз тасушы жарымсақ қызметшілер де көрген емес. Шөл далаға шыққаннан кейін бірінші түн-ақ түйе жетектеуші керуеншілер оған ішкізіп қойды. Ибрагим соншама көп ішкен салдарынан келесі күні таңертеңде мастығы тарамады. Оны керуен қожасы ерге таңып байлап қойды. Егер негр мас болмаса, жанға шалбарсыз, жалаң аяқ жүруге рұқсат етпес еді. Ал Ибрагимнің өзі есек пен түйені жалыта алмайтын халде болатын. Кешке қарай жылқышылар оған тағы ішкізді. Бұдан кейін түйе жетектеушілер тағы берді. Керуенде пальма шарабы жеткілікті болатын. Одан басқасы да бар еді. Осындай бейшара болған сорлы жандардың істегенін Алла өзі кешірер деп ойлады. Бір мезгіл қожаларынсыз тыныстап демалуға болар. Әмірдің оң көзі Ибрагим әтек бүкіл жол бойы ештеңе сезбеді. Есін жиған жоқ, күн асқан сайын кебісін киюге де халі келмейтін болды. Оазисте Ибрагим ұзақ күндер бойы шатырдан шықпады. Аздап сауығып мастығы тарқаған кезде жындармен арпалысты. Жын-шайтандар оған маза бермеді, айналдырып алды. Олар шаян болып жастық астынан өрмелеп шығады. Құмырадан қазандай бастарын шығарып, өлермен мысық көздермен негірді ішіп жейді. Біресе құрбақа болып жыбырлап жүре бастайды. Сонымен мас күнем кәрі әтек өзімен өзі әлек. Жанда мүлде шаруасы болмады. Олайға тәтесі де жиі шарап ішіп жүрді. Ішуге жандар өте құмар. Қыр орыстарының Ольгадағы қаны Сирия шөлінде ойнап жарыққа шыға келді. Құлап жығылып жатқан жоқ, бұрынғыдай-ақ қамқор, кейде өте көңілден көп сөйлеп, мағынасы мылжыңдай берді. Бұл кезде жас келіншектей-ақ көзден ұшқын шықты. Бәріне де разы, көңілі шат, ұрыспайды. Өзі тәрбиелеп жүрген бикештің анақ Әмірдің қызы екенін де оның есіне салмайды. Құпия түрде керік күзетшісін аңсайды. Оның бұл арада жоқ екеніне қатты қиналып жүрегі сыздайды. Жанның да көңілді екеніне қуанды. Жан жеңіл мінез көрсетіп, ақымақтық істей қоятын қыз емес. Оның ізін басып аңдып жудың мүлде қажеті жоқ. Ол қазір қыдырмаса қашан қыдырады? Әне-міне дегенше оны күйеуге беріп жібереді. Сөйтіп байғұс қыздың басына бүркеншек түскеннен кейін өле-өлгенше тырп ете алмай отырғаны. Рахия мен Халимамен бірге ыстық құмды жалаң аяқ кешіп, жұқа көйлегінің етегін даланың ыстық жел аймалап жүргеніне тәтесі көңілденіп күліп отырды. Қалада көлеңкеде елесіп ажырамайтын күзетшісі бар және тәтесі қасында Анақ қаласының жалғыз көшесімен жүрген кезде кейде Жан малын ұнға және тұзға айырбастауға келген көшпелі халық тобырының ортасында қалатын.
Ол тобыр алба-жұлба жытық киімді салдыр-салақ ұсқынсыз жандар еді. Олардың кір-қожалақ денесінен түйе мен адамның терisi аралас мүңкіп тұратын. Жартылай жалаңаш жас жігіттер уыздай аруға емірене қарап, кейде төбеден ұрғандай әзіл де айтып қалатын. Бұл кезде күзетші таяқ ала жүгіріп, тәтесі Қаншаны аулақ алып кетуге асығатын. Алиман оазисіндегі бәдәуилер бастапқы кезде жанынан сескеніп қорықты. Әмірдің қызы және өзі шейхтің қонағы оған жақында оңай ма? Егер жан шалбарын алтын зермен өрнектелген етігін және жал-жұл еткен қымбат заттарын шешпегенде, ол 3 апта бойы Әубәкір қыздарының қасынан ұзап шыға алмас еді. Бірақ олай болған жоқ. Мұрны ыстықтан түлеген, үлкен көзді жалаң аяқ қыз еркін араласып тез үйір болып кетті. Қонақ қыз ертеден кешке дейін оазис жастарының ортасында болды. Әр шатырдың еркектер бөлігі және әйелдер бөлігі бар. Құмға демалған кезде де олар бір-бірінен аулаққа қашыққа ұйықтайды. Күйеуге шыққаннан кейін әйелдерге бөтен ер адамдармен сөйлесуге болмайды. Ал қыздар үшін мұндай тежеу жоқ болатын. Ешкім бүркеніш кимейді. Жан осы бір көңілді қауыммен көптен бірге тұратындай сезінетін. Олардың арасында болу жайлы да рахат деп есептейтін. Жан сол жадағай жандардай болуға тырысатын. Бірақ басқа қыздар сияқты Қаншаның алдымен бас иіп ізет көрсету шалдар мен кемпірлерге ұнады. Кейде жан тізесін бүгетіндей сыңай білдіретін, оған жібермейтін. Өзін тоқтататынын білетін қарапайым жандардың әдет-ғұрыптары онша қарапайым емес екен деп ойлады. Қонақ қызды бәрі жақсы көрді. Оның үстіне бүкіл оазисте ертегіні жандай ешкім жақсы айта алмайтын. Әр кеш сайын пальма тоғайының жиегіне от жағылып, ол әңгімені көріктендіре түсетін. Отты айнала шейхтің 4 әйелі Рахия мен Халима, олардың ересек 3 бауыры және шейхтің әйелдерінің 20-дай туыстары отырады. Бұлардың арасында бой жетіп қалған қыздар, жас әйелдер және аппақ қудай боп 2 кемпір отыратын. Кемпірлер кеберсіген еріндерін сылып еткізіп, тамсанып қойып, өткен заманда болған оқиғаларды айта бастайтын. Әзілдері өткір, өзі күндіз кездесіп әңгімелесіп жүретін жас бәдәуилердікіндей өте өткір еді. Екінші кеште жан батылдана бастады. Күлдіргі ертегілердің ғибрат әңгімелерге қарағанда қызықты екенін білетін. Мұндай ертегілерге бәрі күледі. Шейхтің ақ шашты апайлары өздерінің немерелерінен де қаттырақ күлді. 3-ші рет жиналған кеште жан құрметті қадидің гаремінде түнеп шыққан су тасушы Баяғұзың Жүсіп жөніндегі әңгімесін түгелдей айтып беруге бел буды. Бұл әңгіме кезінде жиналғандардың бәрі көздерінен су аққанша күлді. Отты қызықтап маңайлаған шейбөрлердің өзі қатты күлкіден сескеніп, құйрықтарын қысып шөл далаға тұра қашты. Сол түннің өзінде-ақ әйелдер күлкіден булығып Жүсіптің жігітшілігі туралы ертегіні өздерінің күйеулеріне айтып берді. Ертеңіне олар өздерінше түрлендіріп жора жолдастарына, достарына айтты. Сөйтіп бір тәуліктен кейін бүкіл оазисте анақтан келген қонақ қыз баяндаған айлакер су тасушының оқиғаларын білмеген бірде-бір адам қалған жоқ. Ер адамдар бұл оқиғаны баяндаушы қыздың өз аузынан ести алмайтынына өкінді. Балалар өздерінің шейх балаларының қатарында бола алмайтынына өкінді. Шейх балалары олардың ішінде ең үлкен Исмет те 16-ға толса да кешке қарай әйелдер әңгіме дүкен құратын отбасындағы жиынға қатысатын. Басқа жасөспірім балалар сияқты Исмет те анадан туғандай жалаңаш күйінде жылқы суаруға баратын. Әйелдер жаңа пісіп келе жатқан құрма жемістеріндей майланып күн көзінен жылтылдаған оның денесіне телміре қарап қалатын. Оның өзінің тар төсегінде аймалағысы келетін келіншектер аз емес еді. Бірақ Исмет бұл жөнінде өзінің құпия ойын іске асыруға әлі бір ретте әрекеттенген емес еді. Жан баяндаған парсы әңгімелерінен кейін жас жігіт ұйықтай алмайтын болды. Безгек ауруына ұшырағандай денесі күйіп жанады, түні бойы дөңбек ішіп шығады. Ерте тұрғанда әбден қалжырап, көздері ісініп тұрады. Бұдан кейін күндізгі қасірет басталады. Жан, Рахия, Халима және екінісімен бірге ол күнде шомылуға барады. Мүшесін жасыру үшін беліне салбырата байлаған терісі де жоқ. Сондықтан оған ешкім көңіл бөлмейді. Ол әлі еркек емес. Кішкене балалармен жан тез тіл табысып үйір болып кетті. Оған өзі де таңданады. Исметтен аздап қысылатын. 15 пен 16-ның айырмасы бірақ жас, ал Исмет 17-ге толғанша әлі біраз уақыт бар деп есептеді. Қыз Исметтен де оазисте өзіне кездескен киімі бар және тырдай жалаңаш жасөспірім жігіттердің ешқайсысынан да оншама қысылып қымтыла қойған жоқ. Көз ілініп ұйқыға кете бастаған кезде Жафарды күтеді. Бірақ ол шөл далаға келмеді. Оның екпінді көлеңкесін кездестірмегендіктен күн көңілсіз өтіп жатты.
ісметтің арманы өзгерді. Ол өзінің қасында жүрген жанды армандады. Түні бойы жанды ойлаумен жаны жай таппады. Күндіз оның жақындығы, қасында жүргендігі азаптады. Өзен жағасына барған кезде ол қыздың денесіне қарамауға тырысты. Өзінің құмарлығы түндегідей қозып кетіп, есімнен танып құлап қалармын деп қорықты. Өзенге келіп шомылу ісмет үшін жанды жеген қасірет те, арман тілек те болды. Күн сайын жалаңаштанған қыз денесін қасында көріп жүру, есі кету, оның жақын күндері кетіп қалатынын іштей білу қатты қинады. Өзінің тұла бойын билеген құмарлық жөнінде ол қимыл-әрекетпен де, сөзбен де сездірген емес. Бірақ жан махаббат жөнінде толып жатқан әңгіме, өлең оқыған ғой. Жас жігіт жан дүниесіндегі алай-дүлей өзгерісті күйеуі бар әйелдерде жақсы білді. Құпия түрде тәкаппар сезім билейтін осы уақытқа дейін Анах әмірінің қызына ешкім ғашық болған емес. Оған ынтық адамдар болған күннің өзінде де оны жан білмейтін. Бәрі де жаратқан Алланың қолында. Жел қуалаған қаңбақтай адам тағдырын жалғыз сол Алла ғана билейді. Қайтуға 3 күн қалғанда жан әдеттегідей Әбубәкірдің 2 қызымен және 3 баласымен бірге өзенде шомылып жүрді. Октябрь айының 2-ші жартысы болғанымен, бірақ әлі күн тамыз айындағыдай күйіп тұрған еді. Әбден қызған құм су денелерін тез кептіреді. Сондықтан адам қайта-қайта суға түскісі келеді. Шомылып болғаннан кейін бәрі жыңғыл көлеңкесіне жайғасты. Рахия, Халима және 2 жас бала 4-еуі маужырап ұйықтап қалды. Жанның ұйқысы келмеді. Ол талдың жіңішке шыбықтарын сындырып алып себетті оқуға кірісті. Ісмет оған жақын келіп отырды да жанның көңге күйген жіңішке саусақтарының икемсіз қимылдарына тесіле қарап отырды. Біраздан кейін икемге көнбей жандәуреге салған шыбықтарды өзі алып тізесіне қойды да себеттің түбін қалай жасауды көрсеткісі келді. Жан іскер адамдай қабағын түйіп ұмсына түсіп қарап отыр. Себеттің бастамасы қалай жасалатынын білгісі келді. Кенет жалаңаш иығына Ісметтің денесі тиіп кеткенде шоқтай қарған ыстықты сезді. Ісметтің денесі лапылдап тұрған жалында еді. Жанның кеудесіне тағы да көңілді ұшқын түскендей болды. Дәл осы күйге бұдан бірнеше күн бұрын қоңызды ұстап алып Ісметтің інілерімен бірге қарап тұрған кезде ұшыраған еді. Ал қазіргі жалынның қызуы да, жарығы да бұрынғыдан күшті. Жан алқынып әзер отыр. Денесі қозып, аяғының ұшына дейін қалтырап кеткен. Кенет қыз өзінен өзі ұялды. Аулағырақ кеткісі келді, бірақ өйте алмады. Ісметтің көзі қарауытып кеткенін байқады. Хизар Эфсаниден оқығандары елестеді. Кітап құмар ханша қасындағы жігітті де сол жалын күйдіріп бара жатқанын бірден түсінді. Ұялуы күшейе түсті. Кіндігінің айналасынан басталған от жалын денесіне түгел таралып аяғына дейін жетті. Жан еркінен айырылып, барлық денесімен Ісметке жабыса түсті. Алланың әмірі күшті. Ол аспан мен жерді жаратты. Бала шоқындыру кезінде шарапқа лықа тойған кәрі христиан әйелі сияқты жер шайқалмау үшін оның бетіне таулар орнатты. Алланың әмірінсіз бір тал қылшық та үзіліп түспейді. Мейлі ол қылшық Меккеге 3 рет барған қажының сақалынан немесе Бағдат базарындағы есектің құйрығынан түссін, оған бәрібір. Үлкен көк шыбын ұшып келіп, көптен бері ұйықтап жатқан Халиманың айналасында жүр. Қонуға ыңғайлы орын іздейді. Сөз жоқ, шыбын да Алла әмірімен келген. Көреген Алла, жан мен Ісметтің қолдары мен аяқтары себеттегі шыбықтарда айқасқан кезде шыбынға ұйқыдағы қыздың дәл жоғарғы ерніне қонуға әмір берді. Алланың көк шыбыны тыныш отыра ала ма? Ал Халима қытықшыл болатын. Оның қатты түшкіргені сондай, тіпті 2 жастың уыз денесін балқытқан жаннат жалыны бірден сөнді де қалды. Сөйтіп жайықтың қызы әбден оянғанша айқаса жабысқан денелер ажырап кетті. Халима көзін уқалай ашқан кезде ағасы мен жан екеуі етбетінен түсіп жатыр екен. Екеуінің арасынан түйе жүйріп өтетіндей аулақтап кетіпті. Ханша жанның Алиман уазесінде білінбей келген қалпында аман-есен қайтуына Алланың әмірі себеп болды. Жалғасы келесі бөлімде. Құрметті тыңдармандар, егер сізге әдеби көркем ертегі ұнаған болса, комментарий қалдырып, нравится, подписаться деген батырмаларды басып, қазақша каналды қолдап кетіңіздер.